Сәлем достар, сіздермен Гүлайым. Бүгін мен сіздермен нағыз еркектен қыз туар атты ғибратты әңгімені оқып бермекшімін. Тұрмысқа шықпаған, ақылына көркі сай өте бір сұлу қыз медреседе білім береді. Бір күні әріптестері одан не үшін осындай сұлу, тәрбиелі бола тұра тұрмыс құрмай жүргенін сұрайды. Жауап ретінде ұстаз қыз мына оқиғаны баяндайды. Баяғыда бір әйелдің 5 қызы болған екен. Әйелі 6-шысына аяғы ауыр кезде күйеуі осыдан тағы да қыз туатын болсан, көзін құртамын дейді. Алланың ісі, әйел тағы да қыз босанады. Күйеуі қызды алып, таң намазында мешіттің алдыңғы есік алдына қойып кетеді. Күн бата, құптан намаздан соң қараса, қызды ешкім алмаған. Амал жоқ, қайта алып келеді. Дәл осылай бір аптаға жалғасады. Нәтиже болмаған соң өздерінде қалдырады. Жылдар өтіп, әйелі ұл босанады. Бірақ ұл келген соң көп ұзамай үлкен қызы қайтыс болады. Артынша тағы 4 ұл босанып, әр ұлы туылған сайын бір қызы өмірден өтіп отырады. Тек 6-шы кенже қызы ғана тірі қалады. Сол 6-шы қыз мына мен едім. Ал менің тұрмысқа шықпай жүргенім, үйде жалғыз қалған қарт әкеме қарап, қамқор болып жүргенім. Өзімнен кейінгі 5 бауырымның үй жайы бөлек, 1-2 айда бір хабар алып тұрады. Ал әкем байқұс күнде жұмыстан келгенімді күтіп, қызым, еркектен еркек туады деуші еді, жалған екен. Нағыз еркектен қыз туады екен, дейді телміре терезеге қарап.